жасыл орманның ішінде бір әдемі шалғын бар еді. Сол жерде тиін секіріп, жаңғақ теріп жүретін. Ал көл жағасында ойланғыш бақа жай ғана отырып, айналасын бақылағанды ұнататын. Бір күні тиін: «Мен бәрінен жылдаммын, маған ешкім жетпейді», деп мақтанады. Бақа оған: «Жылдамдық жақсы, бірақ ойлану да керек», дейді. Тиін оны тыңдамайды. Кенет аспан бұлттанып, қатты жел соқты. Тиін жинаған жаңғақтарын жел ұшырып әкетеді. Ол абдырап қалады. Сол кезде бақа оған көмекке келеді. «Асықпа, алдымен ойланайық», дейді де, жапырақтардан кішкентай қалқан жасап, жаңғақтарды бірге жинауға көмектеседі. Жауын басылып, аспан шайдай ашылады. «Көмегіңе көп-көп рахмет саған, бақа». «Оқасы жоқ. Мен тек жылдам болу жеткілікті деп ойлаппын. Бірігіп әрекет етсек, кез келген қиындықты жеңеміз». Содан бері тиін мен бақа айнымас достардың біріне айналған екен.